1940 жылы нацистік үкімет концлагерлердегі құлдарды миллиондаған фунт стерлинг соғуға мәжбүр етті. Жоспар: Германияға соғыста жеңіске жетуге көмектесетін банк жүйесін су басу және экономиканы күйрету үшін оларды Ұлыбританияға жасырын түрде әкелу. Барлық жалған вексельдер чемодандарда болғаннан кейін олар пойызбен жөнелтіледі. Бір түнде Англияның Бирмингем қаласындағы маңызды қару-жарақ зауытындағы әйелдер жұмысын жалғастыруы керек, ал қаланы неміс ұшақтары бомбалап жатыр. Бүгін қызметкерлердің бірінің туған күні, сондықтан олар оған туған күніңмен әнін айтып, тіпті шам жағады. Өкінішке орай, бұл жағымды сәт зауытқа бомба түсіп, оны әп-сәтте жарып жіберіп, барлық жұмысшыларды өлтірген кезде бұзылды. Бұл арада Томми оңаша өмір сүріп жатыр. Ол бұрын Англиядағы ең күшті банда Peaky Blinders тобының жетекшісі болған, бірақ қазір ол ауылда жалғыз және оны жазып жатыр. Өмірбаяны: таңертең оның көмекшісі Джонни оған туған қаласы Бирмингемді бомбалағанын айтады. Бірақ Томми ешқандай реакция жасамайды. Джонни сонымен бірге қаладан қашып бара жатқан әйелді кездестіргенін және ол оны ескі күндерінен танығанын айтады. Ол Томмиге не болғанын білесің бе деп сұрап, оны барлық сығандардың патшасы деп атады. Джонни оған Томмидің бұл дүниеден жазу үшін кеткенін айтты. Томми кітабымен жұмыс істеп жатқанда, ол телефон қоңырауын естіді. Ол телефонды ажырату үшін үстелден тұрғанда, оның ауласында жүгіріп келе жатқан біреуді байқады. 1 минуттық шиеленістен кейін ол шарасыздықпен үстелді ұрды. Ол серуендеуге бел буып, бұтақтан қызыл орамал тауып алды. Кейінірек ол жазған кезде, соңғы кездері қайтыс болған қызының аяндары оны мазалап жүргенін мойындады. Алайда шарф шынайы және ол оған қалай жеткенін түсіндіре алмайды. Шарфтың болуы оны мазалайтындықтан, оны ағасының қабіріне іліп қоюды шешеді. Түстен кейін Томмиге әпкесі Ада келеді. Ол оған зауытпен не болғанын айтып береді. Ол Томмидің қайтып келіп, көмектескенін қалайды, бірақ ол бас тартады. Өйткені ол өзінің психикалық елестерімен күресуге мәжбүр. Ада оған ұлдарын көп жылдар бойы көрмегенін айтып ұрсады. Алайда Томми өзінің ешқашан нағыз әке болмағанын айтады. Ренжіген Ада оған әлі де ұлы Чарльздың солтүстік Африкада алдыңғы қатарда екенін, ал оның басқа ұлы Дюк топтың жаңа жетекшісі Peaky Blinders екенін айтады. Өкінішке орай, оның кесірінен банда үлкен қиындыққа тап болды. Ал Ада оны заң бойынша дарға асады, немесе жергілікті тұрғындар линчке түсіреді деп қорқады. Томми ағасы қайтыс болғаннан кейін өзгергенін, сондықтан ол қайтып оралмайтынын айтады. Бирмингемде өрт сөндірушілер мен полиция қызметкерлері қираған зауытпен айналысуда. Осы кезде Peaky Blinders пайда болады және полиция қызметкерлері оларды тоқтату үшін ештеңе істей алмайтынын түсінеді. Банда алдыңғы есікті жұлып алып, жарылыстан жойылмаған барлық қаруды ұрлай бастайды. Иесі бірден наразылық білдіреді. Сондықтан Дюк оған Бирмингем полициясының бас инспекторының рұқсаты бар екенін айтып, оған біраз ақша береді. Иесі полиция қызметкерлеріне шағымдана бергенде, герцог Ильястың оң қолы оларды тоқтатуға тырысқан кез келген адамның жеке басы анықталып, олардың отбасылары соққыға жығылатынын хабарлайды. Зауыт иесі олардан қорықпайтынын айтады. Сондықтан герцог оны пышақтап тастайды. Оның қарамағындағылар бірден әрекет етеді. Сондықтан Peaky Blinders оларды да ұрып-соғып, шайқаста оңай жеңеді. Бейбіт тұрғындар араласуды тоқтатқаннан кейін, банда кез келген қаруды алып кетеді. Бірнеше минуттан кейін Ада Бирмингемге оралып, зауытқа барар алдында ұлы Карлды алып кетеді. Алайда жұмысшылар оны бірден бетін көрсетуге батылы барғаны үшін ұрыса бастайды. Өйткені өткір соқырлар жағдайды нашарлатып жіберді. Папта Дюк Бекет есімді нацистік агентпен кездеседі. Ол оған өзінің жалған ақшасының үлгісін көрсетеді. Олар Ұлыбритания экономикасына 350 миллион фунт стерлинг салуға дайын, және ол бұл үшін бандаларды пайдаланғысы келеді. Егер өткір визорлар онымен жұмыс істеуге келсе, олар 20% қысқарады. Дегенмен олар анархияға дайын болу керек. Бекет сонымен қатар оның басшылары оның Томмимен сөйлескенін қалайтынын айтады. Сондықтан ренжіген герцог өлікті сырттан соғу үшін терезеден атып тастайды. Ол мұнда жауапты екенін хабарлайды. Бекет одан өз еліне опасыздық жасауға дайынсың ба деп сұрағанда, герцог иә деп жауап береді. Ал Бекет оған бүгін кешке дәлелдеуге тура келетінін айтады. Келесі күні Томми үйіндегі шуды естіп, оны анықтау үшін дереу тапаншасын алады. Үстел үстінде ол ашық тұрған терезелерге назар аударыңыз деген жазбаны тауып алады. Томми мұны Калоның кітабын оқып жатқанын көргенше жасайды. Ол оған мылтық сілтеді, бірақ мұқият тексергенде шошып кетті. Өйткені ол Дюктің марқұм анасы Зельдаға қатты ұқсайды. Кало өзінің Зельданың егіз әпкесі екенін және әлі күнге дейін онымен ұйқыда және ойжа сабақтарында сөйлесетінін түсіндіреді. Ол Зельда оны осында хабарламамен жібергенін айтады. Егіздер сығандар, ал герцог Роман халқын жойғысы келетін зұлым адамдармен байланысқа шықты. Егер Томми қайтып келіп, ұлын тоқтатуға келсе, Кало оған жан тыныштығын табуға көмектесуге уәде береді. Кенет Джонни мылтықпен бөлмеге кіріп кетті. Өйткені ол жерде қаскүнем бар деп ойлады. Бірақ Томми оны Кало олардың қонағы деп таңғалдырды. Оңаша Джонни Томмиге Калоның соғыста қаза тапқан ұлдарының рухтарымен байланыса алатынын айтып, қайғыға батқан аналарды өз пайдасына пайдаланып жатқанын айтады. Ол оның да Томмиді манипуляциялап жатқанына алаңдайды. Бірақ Томми оны елемейді. Түстен кейін герцог шошқаларын тексеріп, қоймаға бірнеше заттарды қояды. Осы кезде Ада оған жақындап, оны зауытқа экскурсияға шақырып, шошқалар туралы сұрайды. Герцог қасапханада жарылыс болды деп мәлімдейді. Сондықтан ол оларға уақытша қарайды. Бірақ Ада оның әңгімесіне сенбейді. Содан кейін герцог өзінің дәрі-дәрмек сатқанын айтады. Ал Ада ауруханадан қажеттінің бәрі ұрланғанын есіне алады. Ол оны оған жеткіземін деп қорқытады. Бірақ герцог оны ешкім тоқтата алмайтынын көрсетеді. Осыдан кейін Ада бұрын Томмиде жұмыс істеген досына қонаққа барады. Ол оған Дюктің не істеп жүргені және әскери полицияға баруды қалай ойлайтыны туралы айтып береді. Ада одан куәлік беруін және қолдау көрсетуін сұрайды. Бірақ ол оған көмектесуден бас тартады. Егер сіз герцогке қарсы шықсаңыз, олар тек қиындыққа тап болады және ол оны тоқтата алатын жалғыз адам Томми екеніне сенеді. Осы кезде Томми шарап қоймасына барып, шуды естігенде кездейсоқ бөтелкені тастап кетеді. Ол соғыс кезінде майдандағы түннелдерде күндерін қалай өткізгені туралы аян алады. Бұл оның ауырып түсіп ауыратынын растайды. Ол өз кітабында соғысты үйіне әкелгенін жазады. Ұйықтай алу үшін темекі шегу керек. Кейінірек оны Кало оятады. Ол оған орамал әкеліп, ағасы туралы сұрайды. Томми бұл туралы айтудан бас тартады.
бірақ Кало өзінің әпкесінің денесін пайдаланатын Зельда екенін айтып, табандылық таныта береді. Томми оған сенбесе, ол шарфты қызы тастап кеткенін және оның ағасымен сөйлескенін айтып, Томмидің қабірге айтқан сөздерін дәлел ретінде келтірді. Ол қазір қызығушылық танытып, көбірек білгісі келеді, бірақ ол герцогке көмектесуге келіскен жағдайда ғана бөліседі. Томми оның енді ол адам емес екенін айтады. Сондықтан ол оған бұрынғыдай болуға көмектесуді ұсынады. Содан кейін ол өзінің ескі құпия кездесу орны туралы көбірек айтып жатқанда, олар бұзақылық жасай бастайды. Бұл оның Зельда екендігінің дәлелі. Олар жұмысты аяқтаған кезде, Кало Томмиге ағасы оның өліміне оны кінәламайтынын және бәрі оның өзін өзі алып тастағанына сенетінін айтады. Томми ағасының көлігін ұрлап кеткенін айтып, оның аузын жабуға тырысады. Сондықтан Томми оның артынан кетті. Кінәсін сезінген Томми болған оқиғаны мойындайды. Түн тұманды болды, ал ағасы тым көп темекі шегетін. Сондықтан ол Томмиді шайтан деп шешті. Төбелес кезінде Томми оны абайсызда өлтірді. Кало оны жұбатып, Томми оны жіберу керек деп айтты. Ол қызын да, ағасын да құтқара алмады, бірақ ол әлі де ұлын құтқара алады. Кешке Бирмингем тағы да бомбаланды. Адамдар баспаналарға асығады. Ал адам мүмкіндікті пайдаланып, барлық жергілікті тұрғындармен бір уақытта сөйлеседі. Ол герцогты тоқтатқысы келеді, бірақ оған әскери полицияға хабарласу үшін олардың айғақтары қажет болады. Осы уақытта герцог британдық фашистік лига басшысының орынбасары Бекет пен Верджилмен кездесіп жүр. Вергилий жалған ақшаны бүкіл елге таратуға көмектеседі. Сондықтан ол егжей-тегжейлерді талқылағысы келеді. Дюк қолма-қол ақша жинау үшін арнадағы 3 қайықты пайдалану жоспарымен бөлісті. Бұл Вергилийді таңқалдырды. Содан кейін Бекет Вергилийдің сатқын екенін, сондықтан оған сенуге болмайтынын көрсететін ақпарат алғанын айтты. Герцог Вергилийді бірден атып тастайды. Ол баяу қансырап, жорғалап кетуге тырысады. Герцог оны өлтіру үшін оны екінші рет атып тастайды. Бірақ Бекет оған барлық оқтарын жұмсауды бұйырады. Осыдан кейін герцог өте мазасыз күйде қалады. Сондықтан Бекет оны өте маңызды адамдармен жұмыс істейтініне және герцогтың қорғалатынына сендіреді. Көп ұзамай герцог Ливерпульге қайықпен барып, ақшаны алып кетуге мәжбүр болады. Бірақ қазір герцог денеден құтылуы керек. Бекет кеткеннен кейін Дюк шарасыздықтан бөтелкені сындырып алады. Содан кейін ол шошқалардың денесін тамақтандырады. Ақырында Ливерпульге ақшаға толы чемодандары бар кемелер келеді. Келесі күні таңертең Томми төсекте орамалмен жалғыз жатқанын көреді. Оны қайтадан ағасының қабіріне қойғаннан кейін ол ақырында әрекет етуді шешеді. Ол ескі киімін киіп, көлігіне отырып, Бирмингемге бара жатқанын хабарлайды. Қатты уайымдаған Джонни мұны ақылсыз деп санайды және онымен бірге баруға ерікті. Осы уақытта Дюк әйелмен өткізген түнінен кейін оянады. Ол Вергилийдің киімдері әлі де бар екенін түсініп, оны өртеп жібереді. Осы кезде Бекет оның қасына келіп, аданың балалар үйінде не істегенін айтады. Ол герцогтың оны әскери полицияға барар алдында өлтіргенін қалайды. Бекет сонымен бірге ұлынан ұялатынын, бірақ егер ол оның баласы болса, герцогты мақтан тұтатынын айтады. Осыдан кейін герцог ада мен Карлдың артынан қаланы аралап, телефон кабинасына тығылады. Онда ол тамаша суретке түсе алады. Алайда оның отбасына деген сезімі оған мұны істеуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан ол ашуланып, телефонды сындырып алады. Ол оның соңынан ере береді де, қасында көлік тоқтап тұрғанын байқайды. Бекет шығып бара жатқанда, герцог оған ескерту үшін айқайлайды. Өкінішке орай, тым кеш. Бекет оны өлтіру үшін бірнеше рет атып, айғақтары бар сөмкені ұрлап кетеді. Кетер алдында ол герцогке өзін мақтан етпегенін айтады. Карлдың жүйкесі сыр беріп, герцог оған дәрменсіз ғана қарай алады. Жолда Томми көлікті тоқтатып, аданың елесін көру үшін шығады. Содан кейін оның өлгенін түсінеді. Бірнеше минуттан кейін ол қылмыс орнына келеді. Ал полиция қызметкері оған герцогтың аданың өліміне қатысы бар екенін айтады. Томми Джонниді аданың денесін күзету үшін мәйітханаға жібереді. Ал қалғанын өзі шешеді. Папта Томми герцогты шақырмас бұрын музыканы өшіреді. Жергілікті тұрғындар оны бірден балағаттап, онымен қақтығысады. Оған көзқарасы үшін рахмет. Жағдай қыза бастағанда, Ильяс оның Томми екенін түсініп, көпшілікке хабарлайды. Бұл есімді танымай, оған мылтық сілтеген сарбаздан басқасының бәрі шегінеді. Томми жауап ретінде гранатаны қолтығына тығып алады. Сондықтан жігіт үрейленіп паптан жүгіріп шығып, жарылып кетеді. Содан кейін Томми солдаттың мылтығын алып, айналмалы табақты атып, Ильясты ұлына апаруға мәжбүр етеді. Қоймада герцог заттарын жинап кетуге тырысады. Алайда Томми оны тауып алып, балшыққа лақтырып жібереді. Ол сондай ақ дәрмек салынған сөмкелерді алып, герцогке лақтыра бастайды. Оны рұқсат етілген нәрсенің барлық шекарасынан өткені үшін ұрысады. Томми оны тепкеннен кейін герцог аданы өлтіре алмағанын түсіндіреді. Өйткені ол әлі де отбасына адал. Алайда ол жиі күнә жасайды. Өйткені күнә әкесінің оған қалдырған жалғыз нәрсесі. Ол ашуланып, Томмиді ұрып жібереді де, олар балшықта төбелесе бастайды. Томми оны оңай жеңіп, герцогты Бекет пен оның жоспары туралы айтуға мәжбүр етеді. Осыдан кейін Томми мәйітханаға барып, Джоннидің мылтығын алып кетпес бұрын оны алып кетеді. Содан кейін ол аданың денесімен сөйлесіп, ол сұраған кезде ертерек келу керек екенін айтты. Ол сондай-ақ олардың ағасын өлтіргенін мойындайды және бұл кездейсоқ емес. Өйткені ол мас күйінде және ашуға толы болды. Томми ағасынан құтылу үшін оны өлтіргенін түсіндіреді. Бірақ көп отбасы қайтыс болғаннан кейін ол барлық жаман нәрселердің жақсы нәрсеге әкелетініне ант береді. Мәйітханадан шыққанда көзіне жас алды. Сыртқа шыққан бойда Томми Бекетті тауып алады да, олар бір-біріне оқ жаудыра бастайды. Жылқылар қорқып, наразылық білдіруде, ал жігіттер жасырынуға тырысып, бір жерден екінші жерге жүгіріп келеді. Бекет Томмиді Гитлердің қоғамды ластықтан тазартқысы келетіні дұрыс екеніне сендіруге тырысады және соғысты бомбалармен емес, банкноттармен аяқтаған дұрыс деп санайды. Бекет өзінің соңғы оқ-дәрілерін жұмсап жатқанда, ол лошади жасырынатын орын ретінде пайдалануға мәжбүрлейді және олар аллеяны жауып жатқанда жүгіреді. Содан кейін Томми атқа мініп, көшелерде жарысады. Онда жергілікті тұрғындар оның патша болып оралуын қарсы алады. Папта герцог өз кінәсін алкогольге батырады. Кало оған келіп, Зельданың рухы оған бір күні Томми мен герцогтың бір күні бірге жұмыс істейтінін айтқанын түсіндіреді.
Сондықтан бұл герцог үшін дұрыс нәрсені жасау мүмкіндігі. Ол да оған оқ беріп, нацистермен қарым-қатынас жасағаннан кейін герцог Томмиді өлтіру керек екенін айтады. Кало оған жан тыныштығын уәде етті және бұл оған жетудің жалғыз жолы. Егер Томми қайтыс болса, герцог анасы әрқашан қалаған жаңа сыған патшасы бола алады. Кало сыраханадан шығып бара жатқанда, ол Томмиге сүрініп, герцогтың оған көмектесетінін айтады. Бірақ Томми оған алдымен сыған арбасы керек екенін айтады. Ішінде герцог өз шешімімен келісу үшін тиын аударады. Томми ішке кіріп, екеуіне де сусын құйып береді. Ал герцог оған бекетті өлтіруге көмектесуге келіседі. Бірнеше минуттан кейін отбасы мен достары аданың жерлеу рәсіміне жиналады. Мәйітті бірнеше фотосуреті бар сыған арбасына отырғызады. Ал Томми оның қайғысын жеңе отырып, жалынды бақылап отырып, оны өртеп жібереді. Сол түні герцог бекетке қоңырау шалып, Томмидің артынан баратынын ескертеді. Алайда герцог әлі де көмектескісі келеді. Сондықтан бекет жоспарды аяқтау үшін оған $70 миллион төлеуге келіседі. Осы кезде Томми бұрын арба болған күлді бақылап отыр. Осы кезде оған кеме жөндеу зауытының бастығы Стак келеді. Ол оған күдікті қойма мен доктағы қайықтар туралы барлық ақпаратты айтып береді. Дюк келгенде Томми оны Стакпен таныстырады және ұлына сенуге шешім қабылдағанын хабарлайды. Содан кейін ер адамдар Стактан алған ақпаратты пайдалана отырып жоспар жасайды. Томми Ватерлоо түннелін пайдаланғысы келеді. Сондықтан Стак оның жартысы құлағаннан кейін оның жабылғанын көрсетеді. Алайда Томми оны ішке кірудің жолын табатынына сендіреді. Ливерпульге барар жолда Томми кітабын жазуды жалғастырып, оны балаларына арнайды. Ол Дюк оның заңды мұрагері болу керек екенін айтады. Бірақ бүгінгі миссия оның шынайы болмысын ашатын сынақ. Ақырында Томми Ватерлоо түннелінің жабық кіреберісін тауып, Калодан көмек сұрайды. Оның немере ағалары қақпаны кесуді бастау үшін дереу құралдарын пайдаланады. Олар күтіп тұрғанда Томми Калодан алақанымен болжауын сұрайды. Ол мұны істейді және тек өткен оқиғаларды еске түсіреді. Сондықтан ол өзінің болашағы туралы сұрайды. Кало оған бүгін кешке армандаған тыныштығын табатынын айтады. Сондықтан Томми мылтығын алып, Калоның оны өлтіргісі келетінін, ол алғаш барғаннан бері білетінін мойындайды. Ол оның жаман белгі екенін айтады. Ал Кало егер Томми Дюкті өлтірмесе, бала оны өзі өлтіреді деп жауап береді. Томми түннелге кіріп бара жатқанда герцог бекетпен сөйлеседі. Ол одан Томмидің жоспары туралы сұрайды. Герцог оған қайықтардың маршруттары туралы және олардың бірнеше зеңбіректері болатынын айтады. Сондықтан бекет мұның бәрін неміс сарбаздарына аударады. Көп ұзамай неміс ұшақтары бұл аймақты бомбалай бастайды. Бұл түннелдің тағы бірнеше бөлігінің құлауына әкеліп соғады. Ал Томми тұзаққа түседі. Осыған байланысты ол траншеяларда өткізген уақытын және қайтыс болған жақындары туралы аяндарын пыс тудырған естеліктерге ие болады. Бірақ Томми оны тапқанша бас тартпайды және үйінділерді қазып алады. Бұл тегін. Ол баспалдақты тапқанша жүгіре береді. Айлақта неміс солдаттары қайықтардың келуін бақылап отыр. Олар бірден Стагға оқ жаудырады. Ол суға секірер алдында жарылғыш заттардың үйіндісін іске қосады. Бәрі басынан бастап осылай жоспарланған екен. Қайық айлаққа соғылып, жарылып, барлық сарбаздарды бір ғана жарылыспен өлтірді. Қоймада бекет герцогтың оны алдағанын түсініп, оған мылтық сілтеді. Герцог монета оған әкесіне бағынбауды бұйырғанын, бірақ оның орнына тиынға бағынбауды және дұрыс нәрсені істеуді таңдағанын түсіндіреді. Дәл осы кезде қоймада бомба жарылып жатыр. Бұл бекетті құлатады. Ал герцог қашып кетеді. Ал Томми ақыры ішке кіріп үлгереді. Көп ұзамай Пике Блайндас қойманы қоршап алып, қалған нацистік сарбаздармен атысқа түсіп, олардың барлығын аяусыз өлтіреді. Томми сонымен бірге бірнеше адамды өлтіреді. Өйткені ол жасырынып, герцогпен соқтығысып қалады. Ол оның неге ұзақ уақыт бойы көрінбегенін білгісі келеді. Ренжіген Томми оған анасы сұрағандықтан ғана осында екенін айтып, оны шығарып салады. Содан кейін Томми оны жару үшін ақша жәшіктерінің арасына мина қояды. Осылайша нацистік зауытты тиімді түрде жояды. Мұның бәрін көрген бекет көлігіне отырып, оны мылтықпен күтіп тұрған Томмиге барады. Томми оның басынан атпай тұрып, бекет оның ішін 2 рет атып тастайды. Көлік жүре береді. Ал Томми соңын күту үшін құшағын ашады. Бірақ Дюк оны ұстап алады да көлік қабырғаға соғылады. Томми құлап. Банда оларды қоршап алған кезде Томми Дюкке мылтық беріп, оны аяқтауын өтінеді. Бастапқыда герцог бас тартады, бірақ Томми талап етеді. Ал герцог триггерді тартады. Пике Блайндас бастығымен қоштасады. Ал Дюк Томми өлең оқып жатқанда қайтыс болғанда жылайды. Банда герцогты сығандардың жаңа патшасы деп атайды. Сондықтан герцог оларға қалуы мүмкін кез келген жалған ақшаны өртеп жіберуді айтады. Біраз уақыттан кейін Кало Томмидің кітабын алып герцогке береді. Банда Томмидің денесі, бірнеше фотосуреттері және соңғы жалған купюралары бар арбаның айналасына жиналады. Герцог оны өртеп жібереді. Ал бүкіл топ дұрыс қоштасу үшін жерлеу отының айналасында сағаттап тұрады. Осындай бейнелерді көбірек көру үшін міндетті түрде жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз. Қарағаныңызға рахмет.